Депутаттардың барлығы қатысып отырғандықтан сессияны ашуға толық мүмкіндік бар. Қалай қарайсыздар? Сессияны ашылсын деген депутаттардың дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтап. Қарсы қалыс жоқ. Ендеше 8 шақырылған аудан мәслихаттың кезекті 50-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Құрметті әріптестер, аудан мәслихаттың кезекті сессиясының жұмысына аудан әкімі Нұрбол Абдымажитұлы, аудан әкімінің орынбасарлары, аппарат басшысы, аудан әкімінің бөлім басшылары, қала және ауыл округтерінің әкімдері және тиісті мекеме, кәсіпорын жетекшілері, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері шақырылып қатысуда. Бүгінгі сессияның күн тәртібіне ұсынылған мәселелермен таныстырайын. Негізінен қаралатын мәселеге қатысты шешім жобалары өздеріңізге алдын ала берілген. Тұрақты комиссияның бірлескен отырысында жан-жақты талқыланды. Сессияның күн тәртібіне 10 мәселе ұсынылып отыр. 10 мәселені қарадыңыздар, қайттан айтып шығайын ба? Құрметті депутаттар, қабылданған күн тәртібіндегі мәселелерге қосымша қандай ұсыныстарыңыз бар? Жоқ болса, сессияның күн тәртібін бекітуді дауысқа қоямын. Жақтап. Қарсы қалыс жоқ, бір ауыздан бекітілді, яғни 50-ге 1 шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында күн тәртібіне ұсынылған мәселелер бойынша күн тәртібіндегі бірінші мәселенің, яғни аудан әкімінің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерін орындауы туралы есебін және уақытша комиссиялардың зерделеулерінің қорытынды анықтамасын тыңдау жөнінде келісімге болатын. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса, ендігі кезекте жұмысты регламентін бекітіп алайық. Баяндамашыға 10 минутқа дейін, анықтама мен таныстырушыларға 7 минут. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жұмыс регламенті келісілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша сөз аудан әкімі Нұрбол Абдымажитұлына беріледі. Құрметті депутаттар, қазіргі ұсынылған құрметті әріптестер, ауданның әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері ағымдағы жылдың қараша айларында төмендегідей болып қалыптасты. Өнеркәсіп өнімдері 35,6 миллиард теңге өндіріліп, нақты көлем индексі 3,5%-ға орындалды. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі 34 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 1,5%-ға орындалды. Жеке және шағын кәсіпорындағы бөлшек сауда тауар айналымы 54 миллиард теңге орындалды. Нақты көлемі 113,2%. Жұмыс жұмыстарының көлемі 12,4 миллиард теңге, көлем индексі 138%-ға орындалды. Ауданда әлеуметтік мәселелердің бірі бұл тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету болып табылады. Тұрғын үйлердің жалпы көлемі 22.155 шаршы метрді құрап, өткен жылдың тиісті кезеңіне салыстырғанда 4,9%-ға орындалды. Аудан тұрғындарының әл-ауқатын жақсарту мақсатында ауыл шаруашылығы жауапын алатын ерекше есепті мерзімде ауыл шаруашылығы өнімі 19,6 миллиард теңгені өндіріп, нақты көлем индексі 1,8%-ға шықты. Енді аудан тұрғындардың жақсартатын бөлімі сала, инвестиция саласы, қалғанында тоқталу үшін бізде жалпы инвестициялық жобалардың біразы бар, соның ішінде іске асып жатқан 4 ірі жобамыз бар. Ол 4 ірі жобаның құны 31,2 миллиард теңгені құрап, 450 адам жұмыспен қамту межеленген болатын. Бірінші жобаға тоқталу үшін Алас министрінің компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 28,8 миллиард теңгені құрайтын цемент нарығы өндірісін ұлғайту жобасының екінші кезеңі жүзеге асыру мерзімі 2026 жыл болып белгіленген. Қазіргі таңда өңірде 600-ден астам азамат жұмыс атқаруда. Бұл жоба егер келетін болса тағы да 300-ге жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Одан бөлек Қаратау химикалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құны 58 миллиард теңгені құрайды. Ферросульфид натрий өндіру жобасы қазіргі таңда құрылыс жұмыстары аяқталып, іске қосу жұмыстары жүргізілуде.
жауапкершілігі серіктестігінің құны 478 миллион теңгені құрайтын мрамор өндіру жобасы іске қосылып, 12 адам жұмыспен қамтылды. Жамбыл Небір жауапкершілігі серіктестігі Қаратау Ақтас жауапкершілігі серіктестігінің мүшесі болып, бақылау 400 тоннаға дейін бір және 200 сот ақтық шығаратын әр өндіру зауытының құрылысын инвестициялық жобасы басталды. Қазіргі таңда 1,7 миллиард теңгенің құрал жабдықтары сатып алынып, олардың ремонты жұмыстары жүргізілуде.